ана тұмар анандай жәлеп мәлеп 6 байға тиген 5 байға тиген деген сөзді Гугуша сен өте ауыр айттың, ауыр тема болды. Сен менің өмірімнің қандай екенін білмейсің. Гугуша сен өзі қандай адамсың? Сен бірінші білмей жат, қалай сен Алладан қорықпай қыз өсіріп отырсың ғой, қыздарыңның келешегін ойламай, қалай сен аузыңды ашасың осылай? Айтшы, сен әйелсің ғой, сен анасың да, анасың. Алладан қорықпай, қалай сен осылай сөйлейсің? Аузың бар деп осылай сөйлеуге бола ма? Бәріміздің де аузымыз бар, осылай сөйлеуге бола ма? Міне сенің осындай сөзіңнен мен бүкіл өмірімнің трагедиясын айтып отырмын мен саған. Егер де сен осындай 6 байға тиді демегеніңде, мен осы сөзді айтпайтын едім. Сен 6 байға тиді деген соң, мен осы менің мына ұмытылып кеткен өмірімнің бәрі, мына адамның ұмытылмайды ғой, миында тұрады ғой. Менің осы өмірімде, миымда тұрған трагедия өмірімнің бәрін қопарып шығардым халықтың алдында. Осының бәріне Гугуша сен кінәлісің. Сен кінәлісің менің қазір осындай, осы менің жарамды тырнадың да, сен менің жарамды тырнадың Гугуша. Жарамды тырнадың сен менің. Менің мына өмірде онсыз да соққы көрген адамында мен сол соққымды сен тырнадың. Менің жүрегімнің онсыз да менің мұңға батып қалған жүрегімді сен тырнап баршасын шығардың. Соншалықты мен осыншама қатыгез боласың ба мысалы? Осыншама қатыгез боласың ба? Сен қалай мені жәлеп, әлеп, көрінген байдан қалған деп қалай айтасың сен? Қалай аузың барып айтасың? Қалай? Адам деген ойлану керек қой бірінші, соны айтпас бұрын. Сондықтан мен айтам, мен өмірде менің өмірім менің осылай. Енді білдіңдер менің өмірімнің қандай екенін, менің қалай күйеуге тигенін деп білдіңдер. Сондықтан енді маған жәлеп, әлеп деген сөзді айтпай-ақ қойыңдар. Если честно, керегі жоқ. Сендер менің өмірімді көрген жоқсыңдар. Сендер менің аяқ киіміммен жүрген жоқсыңдар. Менің өмірімде қанша жыл өмір сүрсем де, 45-ке келсем де, мен қанша қиындықтардан өттім. Бірақ сендер мен осы 3-ші байға тигенде, мен 3-ші байым, ана 2 байымнан да өтіп кетті. Сондықтан мен қатындарға айтатым да, мына күйеуге тигенде, если честно, ойланып тиіңіздер, әбден зерттеп көріп тиіңіздер. Мен мына 3-ші күйеуім 2 күйеуімнен де өтіп кетті. Таза алаяқ болды, таза сыған болды. Көрсетет, одан кейін табанымды жалайды, аяғымнан сүйет, жығылады, кешірім сұрайды, кешірем. Тағы да 1 ай болмаят, көрсетет. Тағы да өмірден түңілдірет, үйден кетесің. Қайтып шақырып алады, жылап, еңгіреп, аяғың табаныңды жалайды, тағы кешіресің. Тағы да көрсетет, тағы табаныңды жалайды. Осылай 45-ке келдім, міне. Осылай 45-ке келдім. Мен 2016-да ажырасқам. Міне, жәлеп деген адамдар көріп аңдар. Осы 3-ші күйеуімнен өмірді тұрамаған соң ажырастым 2016-да. 2016-да ажырасқаннан кейін ол қатын алып кетті. Мен ажырасқан кезде үйді туысқанның атына жазып қойды. Мен ажыраспай тұр, мен ана 40 рет соғысып, ажырасам деп ұрсып жүргенде ол үйді басқаның атына жазып қойды, туған туысқанның атына. Сөйтті да қатынап кетті. Менің 3-ші күйеуім қатын алды. Түсінесіңдер ме? 2016-да ажырастым. Одан кейін менің күйеуім қатын алды. Қатын алған соң мен 1 жыл Түркістанда тұрдым. Бала шағамды асырадым, кафеде жұмыс істедім. Жәлеп болған жоқпын. Беттеріңе айтайын. Алла тұр, Алладан жасырмаған адамнан жасырасың ба? Азаннан кешке жұмыс істедім. Сонда табатым 3.000 теңге, 2.500 теңге, 2.000 теңге. Азаннан кешке 15 сағат, 12 сағат, 10 сағат жұмыс істеп, менің кредитім бар, квартирам бар, балдарымның ас-ауқаты бар. 1 жыл жұмыс істедім. 1 жыл жұмыс істедім. Квартирадан квартираға көштім. Көшіп жүріп, балдарымда әбіржіді. Сосын менің ана тұрған үйім бар емес па? Жана 3-ші байым екеуміз соққан үй бар емес па? Ағайын туысының атына жазып қойған. Сол үй бос тұр. Менің байым қатын алып кеткен, басқа жақта тұрып жатыр. Ана үйді квартираға беріп қойған. Менің балдарым Түркістанға үйренамады. Өзінің оқыған мектебіне оқығысы келеді. Мама, біз бұл жақта оқығымыз келмейді. Өзіміздің мектепке барайықшы, өзіміздің мектепке оқиықшы деді. Сосын мен балдарымның сөзін тыңдап, 3-ші күйеуімді шақырып алдым. Сосын сөйлестім 3-ші күйеуіммен. Айналайын дедім.
Сен дедім қатын алдың дедім, қазір бөлек тұрып жатсың дедім, бақытты бол дедім, ортада бала бар дедім, бізді тентіретпе дедім. Мен квартирадан квартираға көшіп жүрмін, если честно дедім. Сен алимент те даже әлі төлеген жоқсың дедім. Алимент те төлеген жоқсың дедім. Енді ана үй бос тұр, сол үйге мен балдарымды оқытайын дедім. Үшінші күйеуіме сөйтіп айттым. Үшінші күйеуіме өтініш айттым мен. Білесіңдер ма? Адам ана деген бала үшін не істемейді. Сендер менің жан-жарамды түсінбейсіңдер. Ешқайсында түсінбейсіңдер сендер мені. Менің қалай өмір сүргенімді білмейсіңдер. Оттай бересіңдер. Оттайсыңдар, просто оттайсыңдар сендер, білмейсіңдер. Мен ажырасып кеткен, қатын алып кеткен байыма өтініш айттым. Білесіңдер ма, мен балдарым үшін неге бармадым мен? Ақыр аяғында ана үйге көшіп келдім мен. Квартирадан шығарды, квартиранын үйді босатты, көшіп келдім. Көшіп келгеннен кейін үшінші байым сыған, айттым ғой сыған дедім. Ана мен келгеннен кейін үшінші күйеуім ана қатынға бармайды, қасынан жатпайды. Себебі ана тұрып атқан қатынынан қашады ғой ана үшінші күйеуім ше. Мен келгеніме өкіндім, если честно. Қайта-қайта ақшасын алып келеді, қайта-қайта продуктысын алып келеді, қайта-қайта балдарына етін алып келеді. Сөйтіп жүріп 3-4 айда менің қолыма кіріп алды үшінші күйеуім. Қалай кіргізбеймін, қатыны 1,5 айдан кейін кетіп қалды. 1,5 айдан кейін кетіп қалды. 1,5 айдан кейін кетіп қалғаннан кейін байым тағы 1,5 ай жүрді, сандалып, бос тоз болып жүрді. Одан кейін балдарым айтты, неғыласың, ақыры бай қатыны кетіп қалды. Қатыны кеткеннен кейін не істейміз, әкеміз ғой үйге кіргізейік деді. Сонымен байым 4 айда менің қолыма кірді, 4 айда. Мен көшіп барған соң 4 айдан кейін кірді қолға. Сөйтіп қайтадан өмір сүре бастадық. Сол баяғыда ажыраспай тұрғандағы трагедиямды қайтадан көре бастадым. Қайтадан көре бастадым. Мен ажыраспай тұрғанда қандай трагедия көрдім, сол трагедиямды жайлап көре бастадым. Вот. Ақыр аяғында каждый раз көре бастадым. Айқай, төбелес, соғыс қайтадан басталды. Қайтадан балдар араға түседі, ойбай төбелеспе. Қайтадан соғыс, қайтадан төбелес қайтып басталды. Сөйтіп ажырасқан байыма қайтып келіп, үшінші күйеуіме қайтып келіп, 6 жыл тұрдым. 6 жыл тұрдым. Балдарым үшін дақанса бардым, балдарым үшін. Сендер айтасыңдар мені Жәлеп әлеп деп. Көріп алыңдар, Жәлеп мен сияқты болмайды. Жәлеп мен сияқты болмайды. Бәрің бетіне айтам. Бәріңнің де өмірлерің бар. Алла қандай өмір береді, соны сүресіңдер. Сондықтан қатты айтудың керегі жоқ. Мен ажырасып кеткен байыма қайтып барып 6 жыл еще тұрдым. 6 жыл. Бекерге кеткен уақытым-ай десеңші, бекерге сөйтіп жүріп 6 жылдың ішінде байым айттым, ана үйді атымызға жазып бер дедім. Сөйттағыны байыма миллион рет ұрысқан кезде бүйтіп айттым. Сен дедім да, басқа қатын алып кет дедім. Басқа қатын алып кет, айналайын, бағың ашылсын. Екеуміз тұрамадық, баста тұрамаған адамдарымыз, ажырастық. Енді басқа теңіңді тауып кет дедім. Теңіңді тауып кет, үйленіп кет. Бірақ мына қаңғыртпай үйді маған жазып бер дедім. Байым айтты, сыраз айтты, жазбайым деді саған. Саған жазбайым деді. Мен баламның атына жазам деді. Сосын баламның атына жазам деп, осы уақытқа дейін ұқтатып келді. Осы соңғы август айында кеткенімде маған осы халқым көмектесті. Көмектесті мен. Бір күн қырылып, соғысып кеткенде далада қалдым балдармен. Сол кезде маған халқым ақша жинап берді. 700 мың ақша жинады. 700 мың ақша. Мен сендерге өтірік айтпаймын. Маған ана гугушаларын 1,8 миллион ақша жинап алды деп айтып жатыр ғой. 1,8 миллион жинаған жоқпын. Маған достар 700 мың ақшаның басын құрап жинап берді. Оны жинаған себеп үй ал деді маған. Анау отбасы банкке барып үй ал тұмар деді. Тұмар үй ал деді. Сөйтіп жинады. 100 мың квартираға төледік. 75 мың квартира, 25 мың көшуіме газельге кетті. Сөйтіп 100 мың ақша квартираның газеліне кетті. Жүгімді әкелдім, бір айға жалдадым. 100 мың кетті, 600 мың ақша шотта тұр. Сомен менің ана алқашбайым қайтадан келеді маған. Кешірім сұрап келеді.
кешір, енді үйді саған жасып берем, міне иманым, міне жаным, үйді жасып берем, үйге қайтыңдар деді. Как раз август айы балдар мектепке барады. Киім алу керек, балдарды сабаққа дайындау керек. Менің балдарым ауылды жерде оқиды, өзінің мектебіне үйренген. Тағы обратно қайттым. Байымның сөзіне сендім. Сөйтіп жасып беретін болды. Сөйтіп 600 мың ақшаны үйге салдым. Себебі 6 жыл бойы ремонт көрмедім. Вообще жасамай қойдым. Ремонт жасамадым үйге. Просто сырлап қоям, есігі тозған, ванна жоқ, пол жоқ, кіреберістің. Әбден тозды үй, базар жоқ, тозды. Сосын мен достарыма айттым, достар, ақыры маған жинадыңдар ғой. Осы ақшаны мен осы үйге сасам, қайтет. Болама сендерден рұқсат дедім. Мені қолдаған достар қолдады, қолдамағандар да аузына келгенін оттады. Бірақ достарымның көбісі, иә, үйіңе сал, действительно тозған үй. 6 жыл бойы үй менікі болмады, сондықтан тек сырлап оттым. Сөздің ашығы, тозып кеткен үй. Сондықтан 600 мыңды үйге салдым. Одан кейін көшеге газ кірді, газге төледім, көшеге, үйге газ жүрді. Газге төледім, пол салдым, есік салдым, ванна қойдым. Сөйтіп үйді сырладым, үй тап-таза болды, отличный болды. Үйдің бәрін зыңғып жөндедік. Сөйтіп байыма тағы айттым. Баланың атына жаз енді үйді дедім. Сөйтіп кет дедім. Миллион рет ұрысып жатыр қой, өзіңнің теңін тауып кет. Баланың атына жазда. Осы кей ажырасқан адамдарымыз қайта-қайта ұруды шақырып ит болмайын, осылай кет дедім. Бірақ байым кетпеді. Кеткен жоқ. Баланың атына да жазған жоқ. Ақыр аяғында соғысып, туған күнім күні. Мен туған күнім күні үйден кетіп қалдым. Өзім 45 жасқа толғанда үйден кеттім. Қалай кеттім мен? Мен туған күнім күні 2 сіңілім келді. Екеуінің де байы бар. Және 2 қызым бар. Сомен 2 сіңілімді, 2 қызымды кафеге апарып күттім. Туған күнімді тойладым. 45-ке келген. Сөйтіп тойладым. Тойлағаннан кейін отырамадым. Туған күнімде емін-еркін отырамадым. Ана жерде 1,40 рет Алқаш байым звондайды. Мен қазір кафеге барам, сенің быт-шытыңды шығарам, сен мені туған күніңе шақырмадың, сен мені неге туған күніме шақырмайсың, сен оңбаған қатынсың, саған мен керек емеспін, оңбаған қатынсың, сен анандай мынандай қатынсың деді. Сосын мен ана жерге не үшін мені жаңағы ажырасқан байым шақырмадым? Не үшін шақырмадым? Себебі ол катастрофа, оны шақырасың. Сол жерде ішетті сенің абыройыңды нұқсан етеді. Ана жерде көпшіліктің көзінше семен төбелеседі. Көпшіліктің көзінше аузына келген оттайды, боқтайды. Менің қанша деген мен Тұмар деген атым бар. Маған да абырой керек. Сондықтан мен оны шақырмадым. Базар жоқ, шақырған жоқпын. Мүмкін менікі де дұрыс емес шығар. Бірақ менің ойым, ана сіңілерімді күтсем, мен неге үйімде күтпедім?